көбісі орыстар, Азербайжан балалары көп шықты, біздің Маңғыстау атынан шығып жүрді. Мен де ауылға келген кезде біз тек Шыңғыс екеуміз ғана бардық жарысқа. Сынып қалмай, осындай қанша жыл болып жүргеніңе, сонша жыл сені сынып қалмай тұруыңа қандай күш сені ұстап тұр? Ағай бірінші очередь осы жерде өзінің махаббатын айтып тұрған. Мысалы, кез келген салада, егер сенде махаббат болмайтын болса, сен ағаны 5 күнім, қош күнім, уақытым өтсе, кетсем деген ғана зарплата болмай жүресің да. Чемпионды жасайтын бапкер ме, әлде спортшының өзі ме? Қазақстанда үздік болып жүрген 300 бала шықты. Бейнеден 300 балалар Қазақстанда үздік болды. Қазақстанда әр өзінің возрастында. Бейне жігіттері расымен осындай қарапайым жерден жоқшылықтан шыққаннан кейін тоқшылыққа қарай стремиться етеді ғой. Спортты қоя сал, бір вақтыда жұмысқа келеді. Қалтаңда ақша жоқ, барлығынан жұрттан қалғың келмейді, түсі киім кигің келеді деген сияқты. Үмітсіз жалған әке бір мүмкіндік берші деген сәттер болды ма? Бекзат ауылда да жарыста бірінші ойнап көрмеген. Жеңімпаз атанбайтын болсам, мен істеп жүрмін, көптің бірі болып. Осы жерден спортымды қоямын, басқа нан тауып кетемін деймін да. Егер адам 15% уақытын денсаулығына жұмсамай жүретін болса, ол бір күн болмасын, бір күні көп уақыты мен көп қаражатын сол денсаулығына жұмсайтын болады. Армандаңдар, жетесіңдер, талап пен еңбек бәрінде жеңбек дейсің. Ассалаумағалейкум достар, сіздер BBC YouTube каналындасыздар. Бүгінгі подкасттың құрметті қонақтары Жеңіс Қайран және Бекзат Қапашев бауырларым. Уағалейкум ассалам, қош көрдік. Қош келдіңдер. Бекзат бауырым, су жаңа, жеңісің құтты болсын. Рахмет. Кезекті жеңісің ғой бұл енді. Рахмет. Қалай болды өзіңе? Жақсы, әдеттегідей жақсылап дайындалдық. Тек жарыстың алдында азғантай жарақат алып қалдық. Үстіндегі Алла тағаланы дұға етіп, еңбектеніп, қолымыздан келетін амалдың бәрін жасадық. Ал қонақтарды келеді деп ойлаған жоқпыз. Аллахтың қалауымен келді. Бар өнерімізді көрсеттік. Нұр үстіне нұр болды. Сол қанжығамызды майлап, елге қайтып келе жатырмық. Әдемі. Естуімше Қазақстаннан барған жеңісті алған жалғыз қазақ өзіңсің. Қазақтардан, елімізді представлять ететін бауырлардан менен кейін Ислам Мамелов, Руслан Израилов жеңіске жетті. Мейн евенттегілер. Жеңіске жетті. Кіші үйің мүшелер ме? Жоқ, ересектер. Сол қақта супер файтта. Соңғы. Енді бұл әдемі тақырып, тағы да келеміз. Алдымен Жеңіс мырза, өзіңізден бастайық. Спортқа қалай келдің, қайда туылдың, осы жігіттер өзіңнің қолыңнан шықты ғой. Бұл идея қайдан келді жалпы? Мен күреске қатыстым, кішкентай мектеп оқу кезінде. Содан кейін мектепте жүрген кезде өзі бушиде дейтін болды. Күрескенде сол кешке қарата 11-де басталады. Соны қараймыз. Олбрайттар ма? Такада болды. Енді содан кейін соны жасап жүріп, үйдің алдына киіз жайып қойып көршілермен күресеміз. Соның артынан көшенің төбелесіне кішкене араласып кеттік. Артынан сол басқа қалаға жұмыстарға шығып, содан мен былай айтқанда 2009 жылы сол ауылға келіп, Атырауда Оралда жұмыстадым. Содан кейін ауылға келіп, сол ауылдың төбелесін балдарын қарным ашты да, былай айтқанда көше төбелесіп жүргенде ауыл болды. Давай лучше ауылдың балаларын бірге жинап, дайындап, спортқа қалаларға шығарайын деген ниет болды. Себебі қалаға барған кезде көбісі орыстар, Азербайжан балалары көп шықты, біздің Маңғыстау атынан шығып жүрді. Мен де ауылға келген кезде біз тек Шыңғыс екеуміз ғана бардық жарысқа. Сөйтіп солармен еріп барып, сөйтіп үйдің гаражында басталып, одан кейін мектептерге шығып, үлкен алаң нәтиже берді ғой. 2019-да бастағанбыз, қазір кешегіде қарап отырсақ, бір жыл болды. Жалпы мықтылар негізі гараждан бастайды деген рас болды ғой. Ой, мықты үнді айта алмаймын. Бірақ әйтеуір бұйырғанын алдық әйтеуір. Мықтымын деп айта алмайды. Бірақ оның дәлелі өзіңнің жеткен сон қаншама жетістіктерің және осы Бекзат сияқты інілердің әлемді бағындырып жатқаны. Бәлкім сен сол спортты бастамағанда Бекзаттар спортқа келмес пе, бір көшенің тентек баласы болып қалуы әбден мүмкін ғой. Билл Гейтс айтады ғой, сіз осындай қалай ғалым болдыңыз дегенде, мен себебі бірінші ойланып кеттім, мен жасамағанда басқаларым істейді деген сияқты да. Мен сондай бір жат жасамағанда, спортқа ашпағанда, ол менен басқа біреу шығып, одан да мықты қылып жасауым мүмкін еді.
тағы да басқа бір жасау мүмкін еді оны. бәрі Онан менен де жоғары қалды. Бірақ Аллаға шүкір маған бұйырды осындай бала жаттығып тұру, осындай әр мектептерден зал ашу деген сияқты. Бірақ соған Аллаға шүкір деп, еще сондай бала көп шықты. Бізден Руслан Сарит бар, Шыңғыс. Мысалы шынайы көбінесе айтқанда мүмкіндігі жоқ балалардан көп аш балалар шығады. Аш балалардан жақсы шығатын балалар. Себебі ол үшін терлейсіз ғой, ана кісіге барасың, ана кісінің алдына барасың, көмектесу керек еді, бүйту керек еді, сөйту керек еді деп, соның арқасында бірақ ол жігітті қадірін біледі да, былай айтқанда қадірін біледі. Кейде шыны керек, жаңағы семізді қойып өтіреді дейміз ғой. Сұрақ, Женка сынып қалмай, осындай қанша жыл болды жүргеніңе, сонша жыл сені сынып қалмай тұруыңа не күш, қандай күш сені ұстап тұр? Қандай мотивация бар сенде? Балалардың несі ғой, нәтижесі ғой. Бір нәрсе, жаңағы Стив Джобс айтады ғой, сен бір саланы жақсы көрсең, сенің жұмыс уақытың болмайды дейді. Сол айтқандай, мен бір сапарда жүремін, Алматыда жүремін, кейде Ақтауда жүремін, Шымкентте жүремін, сол кезде де зал іздеп тұрасың ғой. Бір жақсы көресің де, бір күн күресіп алғың келеді, бір жерге барып бір нәрсе жасағың келеді, сондай нәрсе ауылға бір нәрсе алып келгің келеді, Алматыға барсаңда бір нәрсе үйреніп алып, ауылға алып келгің келеді. Сол сияқты былай айтқанда жақсы көремін. Ол не мысалы тұрып мен не обязательно ол менің спорттың жауаптасызы да. Жаңағы осындай саяси жағдайлар болып отыр ғой. Жауаптасызы да, мен бірақ залға барып күресе беремін да. Жаттығуымды жасай беремін. Жеңіс, жалпы сенің жетістіктеріңді біз қасыңда жүріп те білмейді екенбіз. Кеше Асылбек бауырымыздан естіп қалдық, Москвада 4-5-тен шығып, 4-еуінен де алтын алғаныңда. Одан басқа қандай жетістіктерің бар? Жеткен жетістіктеріңді айтып өтсең, біз біле жүрейік. Қасыңда жүрміз. Мен енді ондай осы бекзаттар сияқты үлкен нәтижеге жеткен емеспін, бірақ тек әйтеуір мен ол кезде неге шығып жүрдім ғой. Әртүрлі возрастқа шықтым да. Мужикке күрестім, гимнолге күрестім, мужикке ветеранға күрестім да. 30 плюске, 35 плюске, 35 плюске, 35 плюске. Сол кезде 4 неге болды ғой. Содан ғой. Былай негізгі мен ересектер арасында мен бекзат сияқты үлкен нәтижеге жете алмадым. Мүмкіндіктер болмады, енді айта берсең әңгіме көп, былай jiu-jitsu болды ол кезде деген сияқты. Но мен қазір 30 плюстен, 33 плюстен солай өттім да. Бәлкім сенің ондай қатты кетпеуіңе осындай шәкірттерді тәрбиелеуге көп көңіл бөлуіңде мүмкін ғой? Залда қанша уақытың кетіп жатыр? Олай айта алмаймын, бірақ ұстаздан шәкірт ұзатып, шәкірттерін бағындырып жатыр. Ол да сенің жетістігің ғой, солай емес пе? Иә, әрине. Ағайдың айтып отырған 3 категория бойынша 2 разделден шықты, гейн-оги, одан кейін ересектер арасында, одан кейін мастер 1, мастер 2 деген секілді сынды. Әрине, ағай бірінші очередь осы жерде өзінің махаббатын айтып тұр ғой. Мысалы, кез келген салада, егер сенде махаббат болмайтын болса, сен яғни 5 күнім, қош күнім, уақытым өтсе, кетсем деген ғана зарплата болмай жүресің да. Ал сен ләззат алып, сол нәрсені жақсы көріп, сол нәрсемен ұйықтап, сол нәрсемен тұрған уақытта сенде бәрібір результат болады. Ағайдың да сол жердегі айырмашылығы басқа мүмкін спорт саласында жүрген, мүмкін басқа салаларда жүргендерден осы спорт саласын өте қатты жақсы көреді. Тамағында тастап сол жарыс үшін, жаттығу үшін бара береді деген сияқты. И соның арқасында енді біраз жеңімпаздар, өмірлік чемпиондар көп шықты деп ойлаймын. Себебі ағай яғни тәрбиені, білімді әуелге бастапқы қатар қойды, одан кейін спортты қойды деп білем, және барысқанларына да ол жасырын дүние емес. Ағайдың айналасында жүргендегі, аудан айналасында, облыс айналасында жүргенін бәрі біледі. Бұл сол ағайдың арқасында мүмкін өмірде де бір азғантайда болсын тұлғалық дамуымызға өте үлкен үлесін қосты деп білем. Себебі біздер сапарда жүрген уақытта тек қана жарыс қана барып қоймайсың ғой, немесе ұстаз дейтін саған бір-екі техниканы үйреткен инструктор адам емес та. Ал ол сенің барлық жүріс-тұрысыңа влиять ететін адам. Сол ұстазы жақсының ұстанымы жақсы демекші. Сол Аллаға шүкір, кішкентай базымыз, фундаментіміз қалыптасқан уақытында ата-анамыздың да тәрбиесін алдық. Одан бөлек ағайдың да сол бір жақсы сапарларды айтқан, көрсеткен, өте жүрген жолмен жүріп, біздер де осындай бір азғантайда болсын жетістікке жетіп жатырық деп сенем.
сол ағайға бетіне де айтамын, сыртына да айтамын, алғысым шексіз. Көп рахмет. Дұрыс айтасың. Өмірде осы спортта, мен енді спортқа келіп жатырған уақытта 300-350 адам бір уақытта келетін. Және ол жерде журнал болады, күнделікті, мысалы сабаққа қатысқан сияқты. Адам саны қысқартылып отыр, көбейтілген жоқ, енді қысқартып отырсады, бірақ көбейе береді. Қысқартып отырсады, көбейе береді. Ол жер не үшін қысқартады? Тәрбие болмағандықтан, боғауыз айтқандықтан, ата-ананың айтқанын тыңдамағандықтан, мектепті дұрыс оқымағандықтан. Солай Шыңғыс ағай мен Жеңіс ағай күндізгі және кешкі топ болды біздерде. Басында келген уақытта кешкі топқа түсу біздер үшін арман. Яғни ол жерде облыс, Қазақстан чемпиондары, сол құраманың жігіттері қатысып жүргеннен кейін өзің келесің. Ол үшін ол кезде кешкі топтағы жігіттер сен үшін звезда, солардың қатарына ілінгің келеді өзіңде. Сондай бір стимул болды, және өзіңнің айналаңдағы бауырларың және ағаларың сол залға бара жатқан. Оған ол уақытта құндылықтар сол уақытта көше емес, зал болды да. Сол залға барып, және залда қалуымызға сол кезде барлығы себепкер болды. Және сөйтіп ақырын жаңағы тәрбие, білім, содан кейін спорт өз орындарына қойғаннан кейін сондай біраз жетістіктер болды деп ойлаймын. Сосын ағай, яғни результат үшін емес, Аллах разы болсын үшін өзі жақсы көргендіктен жасады ғой. Сондықтан біраз нәтиже болды деп ойлаймын. Бұл жетістіктің әрі қарай жалғаса береді деген сенімдемін. Себебі Бейнеуде өзім де шықтым, осы топырақты шаңын жұтып, осы топырақты ауына өскен Бейнеу жігіттері расымен осындай қарапайым жерден жоқшылықтан шыққаннан кейін тоқшылыққа қарай стремиться етеді ғой. Яғни голод бар, еңбектенеді, және мінезі қайсар қайтпас деген сияқты қара кесек ет жеп өскен балалар. Сол ағайға да әлі талай біраз жетістіктер жеткізеді, менен де асып түсетін балдар болады деп сенеміз. Ағайдың ұлы да бар, басқа да жігіттер бар. Тек бұл бастамасы деп сенемін. Тамаша. Бекзат, осы дұрыс айттың. Жетістікке кез келген салада жетістікке жету үшін ең бірінші сол саланы махаббат керек. Екінші сол салаға уақыт арнау керексің. Үшінші энергия бөлу керексің. Осы үшеуі тоғысқан кезде сен міндетті түрде сол салада жетістікке жететін боласың. Яғни Жеңіс ағайда сен де солай арнадың да, соның арқасында мінекей жемісін көріп отырсың. Енді осы тақырыпты қорытындылап, кез келген нәрсенің өзінің жаңағы марапаты болады, өзінің бір алған белестері болады. Мысалы үшін Бекзат, сен кешегі жарысқа шықпасаң да осы энергия бар сенде. Бірақ сен жарысқа шығып, халық көргеннен кейін сен трендке айналып жатсың. Сол сияқты кез келген нәрсенің өлшемі болады ғой. Сол 350 бала болды деген. Жалпы балдардың неше бала Қазақстан чемпионы болды, әлем чемпионы болды, сол туралы айтып өтсеңіздер. Әлем чемпионатынан шығып орын алып жүрген 30-дан астам бала болды. Мен кеше соны есеп шығарайын жоқ. Примерно 50-ден астам Азия чемпионатынан, енді бәрі чемпион емес. 50-ден астам әлем чемпионы. Жоқ, Азияға шыққан балаларда, Азиядан күрескен, орын алған, енді Азияда түрек кіргендердің бәрі енді үздік санаймыз ғой. Сондай балалар. Сосын вообще чемпион Қазақстан кішкентай дейтелерден бастайтын болсаң, 100-ден асып кетеді балалар. Осы Бейнеуден шыққан балалар 100-ден асып кетеді чемпион Қазақстан балалар. Айтқанда менде мына цель болды. 30 Азия чемпионы, 100-ден астам. 30 әлем чемпионатынан жүлдегерлер бар да, жеңімпаздар мен жүлдегерлер. Мысалы Бекзат әлем чемпионы деген сияқты. Менің де ұлым бар, сол ұл да әлем чемпионы, мысалы Еркебұлан Исламбаева. Сол сияқты сондай бала әлем чемпиондары, және екінші, үшінші орын алған балалардың бәрі енді ол әлем чемпионатының үздіктері ғой енді олар, түрек келгендер. Сондай балалар санаған кезде 30-дан астам да балалар. Енді Райш Жеңісұлы бар, балалар көп, Аллаға шүкір. Тап алғанда 150-дей балдар. Жоқ, вообще Қазақстанда үздік болып жүрген 300 бала шықты. Бейнеуден 300 балалар Қазақстанда үздік болды. Қазақстанда әр өзінің возрастында 90-дан жылғы балалардан бастап, енді 91, 92, 93 жылдар аралығында осылар. 15 жылдан. 15 жылдан жоғасында. 2014-ке дейін ғой. 15 жылдан астам уақыт болды ғой жалпы. 2010-нан бастап жарысқа шықпасақ дұрыс. 15 жылдан астам уақыт болды. Аллаға шүкір. Енді сізге тағы бір сұрақ, сіздерге, екеуіңізге. Чемпионды жасайтын бапкер ма, әлде спортшының өзі ма?
өзі. Себебі ол нәпсісін жеңіп, өзін былай айтқанда қиындықтан, комфорттан шығарып, сонда қиын өмірге өзін салды оған. Сондықтан оның өзінің еңбегі де біріншіден. Ол бапкер көп қой. Былай айтқанда бізді айтамыз, жасайсың адам бар, жасамайтын адам бар деген сияқты да. Ол ата-анасын тартуы мүмкін, ата-анасы соның барлығын былай айтқанда бүкіл нәрсені жеңіп, үйдегі шаруа, сабақ, әртүрлі қоғамдағы жаңағы көшеде болатын жағдайлар, олардың бәрінен шығып келіп жаттығу жасап, нәтижеге жетіп тұрған баланың бірінші орында еңбегі да. Енді біздер тек қана ықпал етушіміз ғой. Енді мүмкіндік болса, сондай балалар болса, артынан давай бас. Сіз айтасыз, чемпион жасайтын ол шәкірт дейсіз. Шәкірттен сұрайық. Ол кім? Чемпион жасайтын кім? Чемпион болу тек қана бір формуламен тұрып қалмайды ғой. Бірнеше жинақпен құралады. Соның ең маңыздысы іштегі желание деп ойлаймын. Егер адамда желание болмаса, ода бәрібір фокус қойылмайды, махаббат болмайды жаңағыдай. Уже желание болғаннан кейін жаңа тәлімгердің, ұстаздың себепкерлігі өте қатты рөл ойнайды. Ал бала желаниямен білімсіз еңбектену мүмкін, либо өзін зерттей алмай солай результат көрсетуге тырысуы мүмкін. Бірақ сырт көзден оның жолын жүріп өткен тренер болмағандықтан кейін олар определенный уровеньге жетуі мүмкін, бірақ әлемдегі бір мықты жеңімпаз болуы мүмкін. Ал ол сол мықты жеңімпаз болу үшін мықты тренер керек, жаттықтырушы. И солай үлкен дәрежеге жетеді деп ойлаймын. Екеуіңіз бір-біріңіз сұрақ қойдым. Жеңіс мырза айтады, ол Бекзат, яғни шәкірттің арқасы дейді, шәкірт айтады, ұстаз дейді. Бекзат, сені сындырған сәт болды ма спорт жолында? Әрине. Соң бір қызық оқиға болса айтып берсең. Переломный моменттер болды. Бір емес бірнеше рет. Соның бір көбіне осы молодежкің уақытында, подростковый возрастта жастардың барлығы оқуға кетіп жатады, тағысын тағы. Сол уақытта мен политехте оқып жатырмын, осы Бейнеуде ата-анам қалауымен. Студентсің? Иә, студентпін. Сол уақытта қалтаңда ақша жоқ, барлығына жұрттан қалғың келмейді, күшті киім кигің келеді деген сияқты. Одан кейін де уже уақыт өте келеді, уже өмірге деген көзқарасың өзгереді, үйленгің келеді. Сол қайтадан келіп, ақшаға келіп тіреледі, әңгіменің барлығы қаражат келіп тіреледі. Сол уақытта мүмкін кейде ойлайсың, особенно сол уақытта үстіне болып кетеді. Спортта жолың болмаған, жарақат алып қаласың, қалтаңда ақшаң жоқ, не істеп не қойып жүргеніңді өзің түсінбей қаласың. Сол кезде достарың немесе ата-анаң айтқан кездер болды ма? Сен спортты қоя сал, бір вақтыға жұмыстан келеді. Әрине. Әкем де осы Бергерекке дейін таста шеш, балам, не істейсің, спортпен нан таппай қой деген сынды келіп айтып келді. Бірақ Аллаға шүкір, спортта қалай результат көрсетіп бастадым. Әкеммен жеке сөйлесіп, өзінің арман мақсаттарын айтқаннан кейін ол кісілер қолдауын білдірді. Ал оғанға дейін жалпы не істеп жүрсің, олимпийский вид спорт емес, не зарплатам жоқ, не істеп не қылғаныңды білмейсің, тыста шеш, типа баланың ермегі қылмай не істеп жүрсің деген сияқты көп сындар айтылды. Ағайын туманың арасында да, кейбір аға достардың арасында да. Үмітсіз жалған әке бір мүмкіндік берші деген сәттер болды ма? Сол бір қызық нелерің болса? Иә, айтқан болатын, әке осылай, мен еңбектенім келеді деген сияқты қылып. 2015-те сол спортқа келген болатын, басында дзюдо, қазақша күреспен айналып жүрген болатын, 3-4 ай көлемінде. Сол торда, сеткіде төбелесек деп жігіттер залдағы қазақша күреспен балдар предлагать етеді. Ол уақытта енді восьмигольник, ММА деп білмейсің ғой, мен шыға аламын, короче, барып самалық кішкентай, ол уақытта 36-тан бір жағынан физически әлсіз болатын, сөйтіп шығып кетем, ұтылып қаламын, болюға түсіп қаламын ол уақытта. Қазір мен енді бэкмаунтты болю тартқан жақсы өзім болсам, сол жерде ең бірінші рет өзімнен кіші бір жас балалардан ұтылып, дос балаларым арасында олар маған әділеп, прикол ұстап ұтылғаным үшін. Сөйтіп намыстанып келесі күні ММА-ге барған болатын, арлар жекпе-жек болуына, теннис кортта болатын, ол уақытта тренировка. Солай спорттағы жолым басталды. Менде UFC-дің чемпиондарын қарап, өмірлерін, биографияларын зерттеп, менде жеңімпаз ата-анам, солар секілді менде де оларда мен сияқты жоқшылықтан шықты, менде жетістікке жетем деген сияқты іштей арман, от болатын. Бірақ уақыт өте келе 2021-де Дартем командасына түскен болатын. Ол жақта бір жыл грант оқу жылы болды.
қыркүйек айынан майға дейін сол жерде тренировка жасадық, шапқа асу сияқты ағаларымызбен бірге жаттығу жасадық. Сол уақытта бірінші жарақат алып қалған болатын, белімнен протрузия болды. Жаттығу жасау мүмкін емес болды. Уақыт өте келе боецтердің де өмір баянын көріп бастадық көзбен. Бір күні енді сол спорт UFC-ге деген іштей уже махаббат кетіп бастады. Одан бөлек қасымдағы Темірлан дейтін бауырым әркез дағуат айтатын, бәрібір болмайды ғой деген сияқты беттен ұруға. Ертеңгі күні оның аржағында дүние атақ мансап болып жатырған деген сияқты ол айтты. Расымен ойлана келе ол спорт менікі емес екенін түсініп бастадым. Сол уақытта енді жасым 20-да үйдегілерден де қысым түсіп жатты. Әке айтады. Иә, ММА. Сол уақытта үйдегілер де айтады, балам жұмыс жасамайсың ба, біздерге көмектеспейсің бе деп. Сен үйдің де жағдайын қарап отырасың, кейде нанға да қаржы жетпей қалатын моменттер болады. Сол ойлана келе, жалпы өзім 2016-тан бері сол басталғалы грэпплингте чемпионат Қазақстанда шығып келдім. Чемпион болып бір мықты доминант болмасам да, көптің бірі болып, үштікке ілінсем, қуанып сөйтіп жүретінмін. Бірақ чемпион бола бермейтін, грэпплингте 2016-тан бастап шығып бастадым. Солай келе грэпплингті мен өте қатты жақсы көрдім. Сол осы жылды жасың неше деді сол кездерде шамамен? 16-да ма? Әлде 21-де ма? 16-да. 16-да 15-те болдым. 15 жасадым. Салмағым 42-45 көлемінде болатын. Жаңа 21-де блокнот жазам. Осы жарыстардың ағайға хабарласам, ол уақытта Алматыдамын, жаңа Дартемде оқып жатырмын. Ағай осы 3 айда жарыстардың тізімі бар ма? Мен шығайын деп едім ересектерден. Соңғы мен қанша мал жүрішкеде қатыстым, ересектерде қатыстым. Ұтылып қала беремін. Вроде еңбектенем, 2 мезгіл тренировка жасаймын, қасымдағы балдарға қарағанда көбірек еңбектенем, залға ерте барып, кеш қайтамын деген сияқты ол уақытта все ой. Сөйтіп тренировка жасайтын, бұйырмайтын, Алла-Тағаладан сұрап, бір күні сөйтіп блокнотқа барлығын жазам. Егер осыларды жеңімпаз атанбайтын болсам, мен не істеп жүрмін, көптің бірі болып. Осы жерден спортымды қоямын, басқа нан тауып кетемін деймін да. Сол блокнот жауып тастаймын. Блокнотқа не жаздыңыз сол кезде? Сол чемпион Қазақстан мастер спорты орындау, сборныйға беру, ересектердің зарплата алу, тағысын тағы барлығын жазған болатын. Бүгінгі осы сәтті жаздың ғой яғни? Иә, осы сәтті. 10 жыл бұрын? 10 жыл бұрын емес, 21-де жаздым. 21-де. 5 жыл бұрын. Иә. Сол уақытта сөйтіп жазған болатын. Ата-анама да айтам, осындай мүмкіншілік беріңіздерші, мен осылай жарыстарға шығайын. Егер мүмкіндік болып жатырса, егер жарыстар орын алмаса, мен болып істеймін спортымда. Осылай жұмыс жасаймын, сіздер айтқан уақытта жұмыс жасаймын. Тренер болсам да әйтеуір ақша тауып сіздерге көмектесемін деймін. Сөйтіп, алатын қаламмен 3 айда жаңа 2 мастер спорт орындаймын. Уже екінші дихания ашылып, уже спортқа деген махаббат ашылды. Ал дәл сол уақытта менде переломный момент болатын. Травма, ММА төбелеспейтінді өзім шешім қабылдадым. Не істеп жүрмін деген өзіме сұрақ келді. Не істеп жүрмін? Мен ММА төбелеспейтін болсам, жұмыс жасамайтын болсам, өмірдегі мақсатым не деген өзіме сұрақ болды. Сол грэпплинг жолын таңдадым, жаздым. Сол 3 айда, бір аптада сол уақытта 7 турнир, бір айда 7 турнир болған болатын. Яғни жұма, сенбі, жексенбі деген сияқты. Сол кезде 2 айға UFC бойынша мастер спорт орындадым, ересектер құрамасына кірдім. 7 турнир нешеуіне қатыстың? 7 турнир қатыстым. 7-інің 6-ында чемпион болдым, бірінде біргендер финалда ұтылып қалдым. Яғни июньнің басынан, июньнің 10-нан, июльдің 10-на дейін ба, сол аралықта жаздым. Солай жеңімпаз атандым. Келесі әлем чемпионатына отбор қатыстым. Сөйтіп ересектер құрамасына кірдім. 4 күн сайын, енді 4-7-20 4 күн сайын бір жарысқа қатысқансың ғой? Иә, грубо говоря, солай деп айтсақ болады, аптасына бір жарыс, 2 жарыстан қатысып отырдым. 3 ай бойы сол уақытта тренер болып жұмыс жасадым, яғни қатар алып жүрдім. Сол жарыстардан көргеннен кейін өзіме второй дихания ашылды, потенциалым бар екенін байқадым. Ата-анамның қасына келіп, ол кісілерге қаржылай азғантай көмек, жаңағы тренер болған қаржыларымды беріп, ол кісілердің алғысын алып сұрадым. Осылай Алматыға кеткім келеді, өскім келеді, өңім келеді, осы грэпплинг бойынша өзім результат көрсеткім келеді, сіздердің ақпараттарыңызды беріңіздер деп. Дәл солай. Былайша айтқанда бір суық деміңді бір алған екенсің ғой. Иә. Дәл солай сөйтіп ата-анам сөйтіп алғысын алып болам. Маған сол уақытта федерациядан хабарласады, зарплата отырасың ба, сен жассың,
сені потенциал көріп отырып осылай сен зарплатаға отырғызғымыз келеді деп дәрістен хабарласады. Қуанып кетемін, сөйтіп ата-анамды алсам мына жақтан зарплатамды сөйтіп Алматыға келдім. Звондаған кезде түсім болмаса екен, түсім болмаса екен. Иә, сөйтіп Алматыға кетемін, Аллахтың қалауымен сол Алматыда уже 5 жылдың көлемінде ме уақыт болды, Аллаға шүкір. Қазақстан топ теннис залында тренировка жасап, сол алдыңғылардың қатарында болуға барымыз салып еңбектеніп отырмыз. Бекзат, жалпы тамаша, әдемі өмір жолың қиындықпен келген, бұрыннан да естіп жүрмін. Жалпы өскелең өзіңді үлгі тұтып, артыңнан өсіп келе жатқан қанша бауырларың, інілерің бар, соларға не айтасың? Тек қана адал жолында еңбектеңіз, ол ешқандай Жаңа ақ блокнотқа жазған армандар орындалады ғой? әрине, бәрібір орындалады. Яғни сен сол арманды жазсаң, соған сенсең, Алла Тағаладан сұрап еңбектенсең, Алла Тағала сен ойлаған нәрселерден де жақсы нәрсені хайырлы етіп береді. Ең бастысы берекелі қылып берсін деп сұрасаң, және соған еңбектенсең, сен мына жақта азғантай бір этажды үй сұрап отырсаң, саған зәулім сарай салып бергеннен кейін сен соны ойлансаң, сонда үлкен нығмет бергенін сезінесің ғой. Сондықтан ең бірінші өте жаман нәрседен аулақ болып, жеңіл нәрсеге қызықпай, қазіргі таңда лудомания, ішімдік, барлық нәрсе, яғни фитналардың барлығы қолжетімді ғой. Себебі не? Біздер сотканың барлығы, соткадан барлығы нәрсе қолжетімді. Сондықтан өмірлерін құрбысы өткізе алмай, алтын уақыттардың қадірін біліп, адал еңбекпен еңбектеніп, сондай үлкен жетістіктерге жетуіне нәсіп болсын, сондай елімізде мықты азаматтар көп болсын. Және оның барлығы тек қана қара еңбекпен, қара жолмен келетінін түсіну керек деп ойлаймын. Армандаңдар, жетесіңдер, талап пен еңбек бәрінде жеңбек дейсің ғой. Иә. Осы Бекзатыңыздың потенциалын қашан байқадыңыз? Біз 2019-да Қазақстан чемпионаты болды Ақтауда, Айгадан. Бірінші рет болды сол кезде. Сол кезде Бекзат мықты жігіттер тұтты, чемпион Қазақстан болды. Сол кезде сол жылы Ташкентке барды. Ташкентке сол жылы өзі иммунштан күресті Ақтауда. Сол Ташкентке барып, бірақ ересектерден күресті. Сол жерде жақсы күресті. Содан келгеннен кейін, сол Қазақстан чемпионатынан кейін Ақтауда өткен Мигель деген жігіт соғады маған осындай. Маған дейтін Бекзат деген жігіт соғып жүр, хабарласып жүр. Сол Алматыға келгісі келеді, мен күтіп алайын деп едім. Бірақ сізден сұра деп жатыр депті. Неге Алматыға барады десем, ата-анасына айтқан, ата-анасына сіз сұрап беріңіз деген деп. Бекзат өзі Алматыға барғысы келді, КТД-да Мигель бар, сол жігіттерден хабарласқан ғой. Иә, Төлеген аға. Мигел, ненің бастығы едіңіз? Жоқ ол енді, сол жақта тренировка жасайтын. Жаңа 2018-де Айга федерациясы құрылды ғой. Сол уақытта мен 2018-де Кубок Қазақстан ұтқан болатынмын. Соң Қазақстан топ тимінде ол кезден барлығына есіммен елге мәлім ғой. Сол залда тренировка жасағым келеді, себебі Қазақстан топтарының барлығы тренировка жасайды. Мен Төлеген ағаммен сөйлесіп отырып, сол кезде бұл кісіге сұрақ қойған болатын. Қазақстан топ тимінде тренировка жасағым келеді, ол үшін не істеуім керек? Мен осылай бейнеде, ауылда тренировка жасаймын деп сұрақ қойған болатын. Сен жетістікке жеттің бе? Осылай 55 килограммда 2018-де Қазақстан былтыр Қызылордада Қазақстан кубогының жеңімпазы атандым. Енді не істеуім керек деп сұраған уақытта, сол Ақтаудағы чемпионат Қазақстан өз возрастында ататын болсаң, Алматыға алып келеміз, сен уровень көреміз деген болатын. Сол кезде Мигель дейтін аға Айгада федерацияда жұмыс істейді. Төлеген аға Мигель аға тапсырады, сол Мигель аға біздің Жеңіс сарайға хабарласады. Сол, значит, Ақтауда ұттың ғой да? 18 жылдағы мен оны сөйлескенім білмеймін, кубок тұтқан кезде. Бірақ 19-да хабарласып, Қазақстан чемпионатынан ұтты. Сол кезде мықты біздің райыстар бар, мықты балалар ұтып қалды да. Бірақ Бекзат бәрін топ жарып кетті. Бекзат ағында мақсат болғанда, сол жарыс қалай ұтуым керек деген. Сосын Мигель соқты, Мигель соқты, сосын үйіне айтып, Бекзат деген давай осылай жіберейік, не істейік деп. Себебі Бекзатты ол кезде ауылда бала көреді, өзі 17-дегі адамды. 17-дегі мен кішкентай бала қайда барады деген сияқты. Соны айтып, үйіне ата-анасына осында жіберіңіз деп та, мен анасы келіп түсіндіріп, мен азында зарплатына 30% болса да кішкене көмектесіп отырамыз, бүйтеміз, сөйтеміз, ар жаққа өмір сүреді деп та, ана жақтан квартирасын тауып қоямыз деп жатыр, бүйтеміз. Алматыға шақырды. Алматыға жаттығу жасасын деп. Қай залға?
Қазақстан топ деймін да. Ең үздік зал ғой енді ол жерде топ Қазақстанда топ спортшылар бар. Сөйтіп соған сол жаққа өзі былай айтқанда. Содан кейін уже акцентті былай айтқанда прямо өзі мақсат қойып жүрген адам бар. Жаңағы бізде мына сөздер ғой. 3 жылда ойнамайтын ер адам деген сияқты. Ол жігіт 2018-де уже өзін жоспарлап, 2019 жоспарлап, одан кейін 2020-да отырсам ары қарай сол жаққа кетемін деген сияқты бірнеше жылда жоспарлар жасап жүргенсің. Яғни Бекзат жалындап тұрды, келіп сен болам деген баланың белін буып жібердің ғой, қысқасын айтқанда. Ата-анасына айтып жолын ашып. Енді өзі айтты. Жоқ, солай ғой. Өзі мақсат қойған, сосын мен қуанып кеттім да. Мә, онда жақсы болар еді деп. Негізге бір қызық жағдай негізі қарап отырсаң. Ол уақытқа, мысалы маған Бекзат өзі айтып тұр ғой, ол уақытта мен әлеуметтік айтамын ғой жігіттерге. Бекзат ауылда да жарыста бірінші ойнап көрмеген дейді да сол кезде де. Ауылдың жарысынан алмайды да, қиын еді да. Себебі өзінің озастарында конкуренция өте көп, 5-6 балалар болды салмақтарында да. Облыста да солай постоянно тіреліп қалды. Бірақ Бекзат барады да жарысқа, маған айтып, ағай жарысқа барайыншы, желаниесі күшті да, жарысқа барайыншы алып кет деп та. Сөйтіп не істесең алып кетесің жігіттермен бірге. Но бірақ айтқан сияқты топ жармайды. Жаңағы өзі айтты ғой маған мыңырайдың болып көрген жоқпын деп та. Бола алмайды да. Но бірақ барады, әйтеуір ілінеді 3-ші орын деген сияқты бірдеңе, әйтеуір орынға іліп келеді деп. Бірақ басқа ауылдардың бәрі чемпион болады көп балалар. Бізде бұл командада көп балалар чемпион болады. Қазақстанда жарады, көп топ жарады деді да. Бірақ именно Бекзат ала алмайды деді да. Сосын бірақ бір күн жаңағы өзі айтқандай 2018-де ұтады. Содан 19-да Қазақстан ұтады. Содан ары қарай уже Қазақстан топ теңге сол топ теңге жерін ұстайды да содан кетеді ғой ары қарай. Бізге давай деймін. Өзінің еңбегі. Бекзат спорт жолында бапкеріңе қарсы шыққан кезің болды ма? Жоқ, қарсы шығып қойықты кел. Бір нәрсе деп айтуға енді ол уақытта қорқасың ғой. Саналы түрде. Иә. Одан кейін енді біріншісің де іштей өзің айтасың да қоясың. Онда неге бөліп айтасың? Бұлай болсын онда. Спорт болғасын, жеңіс пен жеңіліс қатар жүреді. Жеңілген сәттер болды ғой. Сол кезде ойыңа не келеді? Қай жерден қандай қателік жүрдің? Болды, басында кішкене ашуланасың. Одан кейін анализ жүргізу керектігін түсінесің. Үйге барасың. Сол қателігін қарайсың, еңбектенесің. Сабақ аласың. Иә, сол анализ жүргізіп, сол қателікті жұмыс жасайсың. Тамаша. Ал енді Жеңіс мырза, өзіңнің үздік шәкіртің, яғни Бекзат сол қиын кездерде, жеңілген кездер болды, сол кезде ойыңа не келді? Дәл жаңағы Бекзат айтқандай ғой, мен қай жерде қателік жібердік, біз бір жерде дұрыс емес жасағандай болып өзімнен көремін ғой. Өзімнен көремін. Мысалы, Руслан ұмытылған кездерде бәрінде де солай ғой. Мен осы жерде дұрыс емес жасадым, менің кесірім мен деген сияқты. Айтқанда сол арқылы результат шығады да, нәтиже шығады. Енді жалпы грэпплингтің аясы үлкейіп келе жатыр. Кешегі жарыс үлкен деңгейде ұйымдастырылып бүткіл әлем бара отыр. Азия чемпионаты ғой. Евразия. Евразия чемпионаты. Иә. Бұл жерде жалпы алдағы уақытта олимпиадаға кіретін жоспар бар ма осы спортта? Әзірге болмай тұр. Нақты мына спорт кіреді, мына спорт кірмейді деген белгісіз. Грэпплинг кіре ме, джиу-джитсу кіреді ме белгісіз. Алдағы 4-5 жылда кішкене беті бері қарап түсінікті болады деп ойлаймын. Жалпы бұрынғы 10 жылмен салыстырғанда қазіргісі ерекше дамып келе жатыр, солай ма? Әрине, жыл санап конкуренция өте дамып, спортқа дейтін, әрбір турнирге дейтін адам саны жылдан жылға артып келе жатыр. Басқа спорттармен салыстырмалы түрде даму қарқыны қалай грэпплингтің? Кәдімгідей өте жоғары. Жақсы деңгейде. Мен де солай ойлаймын, себебі бұл өмірде маңызды адамның өмірі, кеше конституцияда жазылып жатыр, адам бұл өмірде ең маңызды қазына деп. Бұл спорттың бір жақсы травма көп келмейді. Сосын денсаулыққа пайдасы болмаса бір зиянын көріп жатқан жоқпыз. Сондықтан мен ойлаймын, бұйырса кіреді деп. Соның жеткісін. Бекзат, міне жарыс алдыңда татами, қарсы алдыңда қарсыласың.
сенің бойыңда не қандай ойлар, денең не сезіп жатыр? Ощущение. Мандыржы болады, әрине қобалжу болады барлығында. Бірақ осы уақытқа дейін еңбектенетін нәрсенің бары еңбектенді. Тек қолына келетін нәрсенің максимум осы жерде көрсетуім керек. Осы менің сәтім, осы менің звездный часым деп өзімді настрой қоямын. И қолына келген барлығын 100% жасауым керек, ал нәтиже алладан. Солай күресемін, жасаймын. Ұтсам алхамдулилля, ұтылсам да алхамдулилля. Еңбек жаңа результатқа қарай анализ шығарып, ары қарай жылжи береміз. Кешегі жарыста қарап отырсақ, көп адамдар әндер қойды. Сен именно күй қойдың да? Иә. Оның себебі не? Иә, нағыз қазағымыз, нағыз домбыра демекші, домбыраның әуені қойылғанын қаладым. Себебі енді ана жерде басқа дықс не айтып не қойып жатқан түсініксіз болғаннан кейін күймен шыққаным дұрыс болар деп күйді таңдадым. Тамаша. Өзің қарсыласың бар ғой? Кешегі шыққан қарсыласың. Ол да оның жетістігі қандай бұрынғы? Шынымды айтсам білмейді екенмін, қара пояс иегері жалпы грэпплинг джиу-джитсумен жүргеніне 15 жылдың көлемінде тренировкасы жүр. ACB джиу-джитсудан қандай бір раздел екенін білмеймін, әйтеуір чемпион мере болғанын білемін. Ол дағыстандық жігіт қалай екен, білегін ұстадың? Физически крепкий, айтып тасыдым, техникалық тұрғыдан өте мықты деп. Физически крепкий. Бірақ сені бәрі күтті, артына шығып алып, болевой тартып тастайды деп. Артындағы көрермендердің де айқайлаған дауыстарын естіп қалдық. Иә, тартым келді, бірақ қарсыласым өте физически крепкий болғандықтан кейін тартуға мүмкіндік болмады. Және ол жерде сондай көрермендердің арасында артық движение жасап, ошибка жібергім келмейді ғой. И сол грамотно по книжке жасадық. Жалпы кейбір моменттер болды. Уақытынан бұрын аяқтауға болатын жерлер, сол жерлермен ошибка дорабатывать ету керек. Жеңіс аға айтады бізге, бұл күрес шахматный порядка деп. Сенің күресіңнен соны аңғардық. Асықпай, баппен, мынадан кейін мынаны жасау керек. Әрбір адам спорт педагогикасы міндетті, яғни әрбір ата-ана немесе баласына үлгі болатындай спортпен айналысу керек. Яғни жаңа мен мана сөздің басын айтып кеттім ғой. Егер адам 15% уақытын денсаулығына жұмсамай жүретін болса, ол бір күн болмасын, бір күні көп уақыты мен көп қаражатын сол денсаулығына жұмсайтын болады. Көп қаражаты мен көп уақытын. Сондықтан 15% күніне 15%. Бір жарым сағат, бір сағат міндетті түрде айналысу керек. Сосын ата-анаға айтатын нәрсе, бірнеше спорт түрін балаға қызықтыруға көрсетіп қою керек. Яғни сосын бала өзі таңдайды. Яғни кез келген ата-ана баласын спортқа бергісі келеді. Сол үшін қандай спортқа берген дұрыс? Ол ата-ана қалай таңдайды баласының қай спортқа бейім екенін? Жаңа мана сөздің басын айтқандай, ол әр спортта да көрсету керек балаға. Сол кезде бала өзі біреуіне қызығады, соған икемін көрсетеді, апарып қою керек. Мысалы, әртүрлі спорттарға апарып қою керек. Яғни сол баланың өзінің қабілеті бойынан шығады. Күрес таңдай ма, басқа футбол таңдай ма, әртүрлі өзі таңдайды. Мүмкін командалық ойынды немесе жеке спорт таңдау мүмкін. Мысалы, маған жеке өзім олымды бұрын футболда болды, одан кейін күреске алып қойдым. ММА-ге шықты, ММА-ді да өзі таңдады да. Бірақ алаң-қалаумен даже мен барма деп жүргенде ол барды. Бірақ алаң-қалаумен үздік нәтиже көрсетті. Себебі өзі қоймаған соң жібердім да, барып көріп шығып қой деп ММА-ге. Жеңіс мырза, чемпион болып шәкірт туыла ма, әлде оны ұстаз жасай ма? Ол еңбекпен жасалады ғой. Яғни талантты балалар көп, бірақ ол сол талантына сені 1% ғана болды, 99% еңбекпен кезеді. Ол тек қана сол айналасында, өзінің ортасында жеңімпаз болып жүруі мүмкін, бірақ ол талантпен сол мінез қалып қояды. Егер еңбектенбесе. Бекзат, сені осы күнге жеткізген, яғни бірнеше рет чемпион қылған бойыңдағы бір ғана қабілетті айтшы. Шынымды айтсам айту қиын екен. Мүмкін сол көбірек залда уақыт өткізгеннен болар деп білемін. Жалқаулық болады ғой, ерінген сәттерің болады. Сол кезде еріншектікті немен жеңесің? Әрине, әркез тренировкаға желаниемен келмейсің ғой.
бір күн денең ауырып жатады, либо басқа травма, ойда неше түрлі сылтау болады. Сол уақытта барынша сумкамды алып үйден шығып кетіп, тренировкаға барып отырсам, үйден шығып кеттім, уже амал жоқ, бару керек. Бұрындары сылтау жатып бармай қалған кездерім болды жас кезімде. Ал уже қазір уақыт өте келгеннен кейін, сен осы саланы таңдағаннан кейін, еще үйленгеннен кейін, үйде балаң бар, сенде амал жоқ, жаттығудан басқа. Аласың, кетесің, еңбектенесің, ешқандай қазір еріншектік жоқ. Тек қана тренировка. Жаттығуда жүрген балдар, жастары келсе үйленіңдер дейсің ғой. Конечно, мотивация. Тамаша. Ер жігіт жаспен емес, жауапкершілікпен өлшенеді. И тренировкаға де басқа нәрсеге де үлгересің, және уже сізбен айтып жетсің, мүмкін емес үйленіңдерші. Тамаша, Жеңіс, Бекзат, рахмет уақыт бөліп келгендеріңізге. Сен түсініп отырып, күні кеше чемпион болдың, неше сағат жол жүрдің, осы бізге келіп отыр. Қателеспесем 2 сағат ұйқымен жүрсің ғой. Күні кеше сені бүткіл қазақ елі құттықтады, әлде құттықтап жатыр. Геннадий Головкиннің өзі құттықтады, бәріміз көріп қуанып жатырмыз. Ендеше сол мықты ағаларымыздың қолын алған қолыңды алып қояйық. Қош сау болыңыз. Рахмет. Сау болыңыз. Достар, подкаст ұнаса лайк басып, комментарий жазамыз. Және де келесі подкастқа кімді шақырайық, комментарийді жаза кетеміз. Каналға тіркелуді ұмытпаймыз.